Ертеде кең далада бір ауыл болыпты. Ауылдың тұрғындары еңбекқор, мейірімді, бір-біріне көмектесетін жандар екен. Бірақ ауылдың сыртына шыққан адамдарға бір қорқынышты аңыз таралған. Ол аңызда жалмауыз кемпір туралы айтылатын. Бәрі оның зұлым, арам ниетте екендігін біліп, ауылға жақын жерлерден қашып жүретін. Жалмауыз кемпір халықтың айтуынша адамдарды алдап, оларды өз үйіне тартып, зұлымдық жасайды екен. Ауылдың үлкендері балаларға әрқашан жалмауыз кемпірден аулақ болыңдар, ол сендерді алдап жеп қоюы мүмкін деп ескертетін. Бір күні ауылда кішкентай ғана Айгүл атты қыз болды. Айгүл өте батыл, ақылды еді. Ол ауылдың үлкендерінің сөздеріне құлақ асып, жалмауыз кемпірден қорқатын. Бірақ оның кім екенін ешқашан көрмеген. Бірде ол ауылдың сыртына шығып, табиғаттың әсемдігін тамашалауға шықты. Алайда ол жүріп келе жатып, бір уақытта алдынан қараңғы, қорқынышты үй көрді. Айгүлдің жүрегі зәрезап болды. Бірақ қызығушылығы мен батылдығы жеңіп, ол үйге жақындады. Жақындап келгенде үйдің терезесінде жалмауыз кемпірдің бейнесін көрді. Кемпірдің тілі ұзын, көздері жарт-жұрт етіп, жаман күлкісімен Айгүлге қарап тұрды. Кемпір, кел кішкентай қыз, менің үйіме кір. Мен сенге дәмді тамақтар дайындап қойдым, деп шақырды. Айгүл бір сәтте ойланып, ешкім мені алдай алмайды деп өз-өзіне сенім артты. Ол жалмауыз кемпірдің үйіне кірді. Үйдің ішіне кіргенде Айгүл түрлі түсті дәмді тағамдардың иісін сезді. Бірақ бір уақытта оның жүрегінде күмән пайда болды. Бұл тағамдардан жейтін болсам, мені не күтеді деп ойлады. Кемпір, ой кішкентайым, қорықпа, мына дәмді құштарды жеп көр, деп Айгүлді алдауға тырысты. Бірақ Айгүл бірден көзіне көрінген заттарға назар аударды. Үйдің әр бұрышында түрлі түсті заттар мен ойыншықтар болса да, оның жүрегінде бір нәрсе дұрыс емес екендігі сезілді. Сол кезде Айгүл кемпірдің